Үй жағдайында дақтарды қалай оңай жолмен кетіруге болады? Бұл сұрақ мені де көптен бері мазалады, жауабын тапқан секілдімін. Ас үйдегі майлықтардың, ақ киімдердің, түсті киімдердің, баланың киімдерінің, тіпті құрамында эластан бар созылатын киімдердің де дақтарын осы әдіспен кетірдім. Қанша уақыт бойы әбден сіңіп қалған дақтарды кетіру үшін осындай үлкен кастрюльге су қайнатамыз. Менде мына жерде 11 литрлік кастрюля, оған 7 литр су құйдым. Сіз енді өзіңізде бар ең үлкен кастрюльді қолданыңыз. Мен 7 литр суға 4 ас қасық кислородный пятновыводитель, 4 ас қасық кір жуғыш ұнтақ және 2 ас қасық сұйық май қостым. Кез келген кислородный пятновыводитель жарайды. Сұйық майдың иіссіз болғанын қадағалаңыз. Жалпы не үшін сұйық май қосамыз? Сұйық май біріншіден майлы дақтарды кетіруге септігін тигізеді, ал екіншіден матаның жұмсақтығын қамтамасыз етеді. Егер сұйық май қоспасаңыз, кейін киімнің матасы қатты болып үтіктелмей мыж-мыж болып қалуы мүмкін. Мына жерде балалардың ХБ ақшыл киімдерін және ас үй майлықтарын 20-30 минуттай қайнаттым. Кейін егер асықпасаңыз, киімдерді суы суығанша кастрюльде қалдырсаңыз болады. Кейін қолымызбен сығып 30-45 минут кір жуғыш машинада жуып аламыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ХБ түсті киімдерді де қайнатып жатырмын. Көбіне сапалы ХБ киімдердің түстері шықпайды, сондықтан қорықпай қайнаттым. Бұл киімдердің мойын жағы, қолдары дақ болатын, көріп тұрғандарыңыздай толығымен кетті. Ең қиын сондай майлы дақтар ас үй майлықтарында болады. Қараңыздар, сондай жап-жаңа әппақ болып қалған, дақтары 100% кеткен. Баласы бар аналар түсінеді, баламыздың әрбір киімі дақ болуы мүмкін. Мына жерде мына киім сапасыздау екен, себебі мойнындағы көк түсі шықты, ал қалған киімдердің ешқайсының түсі шықпады. ХБ емес, яғни 100% мақта емес, сондай созылатын киімдерді мен қайнатуға кеңес бермеймін. Ондай киімдер үшін мен үлкенірек тазикке ыстық қайнаған суды құямын, кейін оған пятновыводитель, кір жуғыш ұнтақ, сұйық майын қосамын. Киімдерді осы суда 2-3 сағат, тіпті 5-6 сағатқа дейін ұстай беремін. Кейін кір жуғыш машинада 30-45 минут жуып аламын. Мына жердегі киімдер осы әдіспен жуылды. Дақтары толығымен кетті. Ал егер жаңа түскен свежий пятно болса, онда крандағы ең ыстық суды құйып, оған 1-2 ас қасық кислородный пятновыводитель қосып, киімді 1 сағатқа салып қойсаңыз жеткілікті. Видео пайдалы болса, рахмет деп пікір қалдырыңыз, каналыма жазылыңыз, жаңа видеоларда жүздескенше.